Остеогинекологияның екінші кезеңі ішпен жұмыс, спайкларды босату. Диафрагманы ашып, тыныс жеңілдегеннен кейін, остеогинекологияның келесі терең қабаты іш аймағымен жұмыс. Іш тек ас қорыту емес. Бұл жерде жатырды, аналық бездерді, шектерді ұстап тұрған байламдар, фасциялар, жүйке жолдары мен қан тамырлары тоғысқан. Уақыт өте жүктіліктерден, операциялардан, қабынулардан, стресстерден, күйзелістен осы тіндерде спайклар мен жабысулар түзіледі. Спайка дененің қозғалысын шектеп, мүшелерді бір-біріне тартып, ұстап тұратын тығыз тін. Олар іштің тартылуын, цикл бұзылуын, іштің төмен түсуін, жамбас ауруын, цистит пен іш қатудың қайталануын, бедеулікке себеп болатын механикалық қысымдарды туындатуы мүмкін. Сондықтан екінші кезең ішпен терең жұмыс. Бұл кезде біз фасцияларды жұмсартып, байламдарды созып, жабысқан тіндерді босатып, қан айналымын қайта оятамыз. Спайкалар босай бастағанда іштің жылуы артады. Жатыр мен ішкі ағзалар жеңіл қозғалады, дене өзін ұзақ қысылудан босатқандай сезінеді. Остеогинекологиядағы іш аймағымен жұмыс әйел денесінің тереңде ұмытылған еркіндігін қайта ашу.